Жылдам хабарнама жұлдызды жаңалық. Егер осы турсында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписайтесь және де бір ғана лайк түймелерін басып, жұлдыздардың өмірінде болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біздің каналымызда күзетіп барыңыз. Ал онда біз бастадық. Айгүл Исабаева Динара Сейітжанға берген сұхбатында 40 жылдан бері көрмеген әкесіне ауыр сөз айтып көз жасын төгіп анасынан кешірім сұрағанын айтты. Әкеммен ұрысып, керісіп кешірім сұрап тастағанда сол күні үйге келіп едім, анам теледидар көріп отырған екен. Көп жылдан бері бірге тұрсам да анамда көп ренжіткенмін. Аяғына жығыла кешірім сұрадым. Бас салып өкіріп жылағанымда анам шошып кетті. Не боп кетті балам, деді. Анам бір инсульт, бір инфаркт алған адам. Сол үшін анамды күтінеміз. Анамды тәтті дейміз. Тәте, еш нәрсе болған жоқ. Бірақ мен сізді көп ренжіттім. Кешірің, мені кешірің, деп аяғынан сүйдім, деді Айгүл Исабаева өзінің берген сұхбатында. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайкіңізбенен біздің күн бойына жасаған еңбегімізді бағалай кетіңіз.